Қошқар, ауылды сағындым. Ауылға қайтайықшы. Жарайды, Теке. Мен де ата мен апаға барғым келеді. Айналайындар, келдіңдер ме? Сендерді сағындық. Енді еш қайда кетпеңдер. Өз үйім, өлең төсегім деген осы шығар, Теке. Дұрыс айтасың, Қошқар. Әбден сағынып қалыппын. Достарым, сендерді көргеніме қуаныштымын. Абай болыңдар. Мұнда қасқырлар көбейіп кетті. Достар, оралғандарың дұрыс болды. Қасқырлар көбейіп кетті. Уайымдама, біз үшеуміз. Біздің күшіміз көп. Оларды жайратып саламыз. Қошқар, бізге ата мен әжені және жануарларды қорғау керек. Теке, дұрыс айтасың. Бізге дайындық керек. Бұқа дұрыс айтады. Олар келді. Тұр, Теке. Барлығы ұйқыға кеткен сияқты. Бүгін қанжығамыз майланатын болды. Тез көздеріңді құртыңдар. Сазайларыңды тарттырамыз қазір. Қараңдар, мына екеуі келіп қалған ба? Сендерден қорықпаймыз. Бұқаның етінен дәмді сорпа ішетін болдық қой. Енді жоламаңдар, кетіңдер. Біз сендерден мықтымыз. Қап әттеген-ай, жеңіліп қалдық. Бірақ келесі жолы міндетті түрде жеңеміз. Жарайсың, Бұқа. Біз оларды жеңді! Жарайсыңдар. Сендер бізді құтқардыңдар. Қошқар, мына шөптердің дәмі қандай жақсы. Балғын әрі құнарлы. Теке, дұрыс айтасың. Көк шөпті сағынып қалыппын. Бұның дәміне жетері жоқ қой шіркін. Қошқар, біз қандай күштіміз. Қасқырларды келмейтіндей еттік. Олар енді бізді мазаламайды. Білмеймін, Теке. Олар меніңше қайта оралатын сияқты. Неге олай ойлайсың, Қошқар? Көрдің емес пе өзің? Бізден қалай қорқып қашқанын? Естуім бойынша, алдын бұқадан таяқ жеген қасқырлар бір бөріні жалдапты. Ол мықты десет, бізге шабуыл жасау үшін дайындалып жүр екен. Не болса да елмен бірге. Көреміз, Қошқар, сен мықтысың. Меніңше, Теке, сен қорқып тұрған сияқтысың. Жоға, Қошқар, ол не дегенің? Бірақ ақылмен шешейік барынша. Бөреке, сол Қошқар мен Текенің сазайын берсек жақсы болар еді. Уайымдамаңдар, ол екеуін өзіме қалдырыңдар, сазайларын беремін. Теке біреу-міреу көріне ма? Тез айтсаңшы енді.
Қошқар, ақырын сөйлеш. Ойбай, олар келді. Тез алдарынан шығайық, жүр. Жыртқыштар, сендер тағы келдіңдер ма? Қане кетіңдер тез. Бұл екеуінің еттерінен дәмді сорпа жасаймыз бүгін. Сен біздің Қошқарды білмейді екенсің. Қазір сенің көкеңді тантады. Біз тағы жеңіске жеттік. Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас.